сторисқа шықпай жатыр деп ойлап жатқан шығарсыздар. Қазір мама екеуміз жолға шықтық. Не себепті екен оны сосын айтатын боламын, бірақ мына жерді қараңыздаршы, керемет маковое поляға келдік біз. Қазір күшті суреттер жасаймыз. Сол күндеріміз сәтті өтсін. Вы просто взгляните. Мамаға айтам да, қымбат шығар дейді. Қымбат па, қымбат емес пе, қарамаңыз, мен төлеймін ғой. Осы сөз баяғыдан бері айтқым келіп жүрген. Қазір инстаграмға шығуға уақыт болмай жатыр. Мамаға киім таңдап жатырмыз, киім қарап жатырмыз. Алматы қаласындамыз. Сондықтан қазір мен мобилографпен жүрмін. Барлығын түсіретін болады. Сосын кешке қартай өте көп сторис күтіңіздер. Қазір пока сырттан түсіріп монтаж жасап сіздерге әдемілеп көрсететін боламыз. Қазір пока мамаға киім таңдап жатырмыз. Шаршап кеттім мен. Баршаңызға қайырлы күн, достар, қалдарыңыз қалай? Мен кешеден бері стористан жоқ болып кеттім. Бірақ қазір анам екеуміз Талдықорған қаласынан Алматыға бара жатырмыз жолға шығып. Бүгін анама деген бір үлкен сыйлық болады. 23 жыл бойы мүлдем сыйламаған шок контент болады, және де мамамның эмоциясын көргім келеді. Енді бұл нәрсеге бұл менің өмірлік парызым деп санаймын анамның алдында. Сондықтан бүгін мамамды кішігірім қыдыртып, ең соңында бір күшті сыйлық жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ақша ғой? Сізге тойға ақша керек еді ғой? Керек. Кредит алмайды ғой. Жоқ, сізге айттым ғой. Көресіз әлі де 2-3 күн күтеміз деп. Қанша болды? Шын ба? Иә, енді өтірік ақша емес ғой. Жоқ, білем ғой, мен маған. Иә, бұл аз десеңіз ме? Иә, шын айтшы. Алып. Да? Переживать етіп жүрген. Кредит аламын ба, не аламын ба, не істесем деп жүрген. I don't. Бұл сюрпризді мен мамаға үйде жасайын деп ойладым. Обычно бүйтіп бере салайын деп одан кейін ойладым. Неге көрсетпеске, неге өйстіп менің арқамда мүмкін басқа адамдар да өздерінің аналарының қадірін түсініп, мүмкін мамаларына тоже осындай сыйлық жасап жұмыс істеуге бір құлшыныс пайда болады шығар деп ойлап. Одан кейін как раз мамам киім алғысы келіп жүрген болатын. Сөйтіп Алматыға қыдыртып, қаланы көрсетіп, одан кейін әдемі жерге келіп бір сюрприз ретінде берейін деген болатын. Сол бағанадан бері мама қазір особо сөйлеп отқан жоқ. Давлениесі көтеріліп кетті, көзі қызарып. Қалай бүгінгі күн қалай өтті сізге? Море эмоция болды. Шаршап, шалдығып, но қуанып отырмыз. Бүгін өзім армандаған джинсымды алдым дейді ба, көйлек алдым. Ақша жайында қалсын, мен джинс алдым десеңіз. Ақшаны өзім қайғырып жүрмедім, жақсы. Негізі көп ойлап қалады тұр, неге настроениесі тұр екеуі деп. Бүгін біз шаршадық әбден, мама екеуміз таң атпастан қаланы аралап, киім алып, одан кейін кешке осындай эмоция, всплеск эмоция болғаннан кейін адам рисканда бүйтіп қалады екен. Иә, шаршап. Мама қашан қайтамыз деп отыр. Қашан қайтамыз. Алматыға не екен, маған кішкене суматошный екен ше. Талдықорғаннан тып-тыныш соған үйреніп қалған. Өте қуанып, блогерлардың жұмыстары тоже не екен. Енді будущий блогер болайын деп отырмын ғой мен. Сөйтіп стористарға сөйлеп үйреніп жатырмыз. Я әйтеуір мама маз деп ғой бәс, главное.
мама қуанса мен де қуанамын. Енді кішкентай кезде мені 20 жыл бойы бағып қағып өстіп келдіңіз. Енді моя очередь дейді ғой. Қыз деген жақсы. Менде бұйырса тағы да бір қызым бар. Сол қыздарым қуанта берсін.